Мынау профилактиканы іске асыру кезінде өз кем тұстары өте көп. Жеке басым бұл заң жобаны қолдаймын. Бірақ та профилактиканың кем тұстарын министрмен әр үш сайын кездесеміз ғой енді. Сондықтан да өткенде де бір нақты айттым, қазір де осы кем тұстарды айтуым қажет. Себебі бұл профилактиканы іске асыру кезінде өзекті көкейкесті мәселелер өте көп. Өкінішке орай министр мырза профилактика жұмыс жасамай жатыр. Енді мынау заң жобаның өзінде қараңыздар да, мынау профилактикада қоғамдық көмекшілерді институтын енгізіп жатсыздар. Қоғамдық көмекшілердің құқықтары, мүмкіндіктері, бостандықтарын бәрін енгізіп жатсыздар. Бірақ бір нәрсені ұмытып кеттіңіздер. Қоғамдық көмекшілердің қауіпсіздік кепілдіктері. Другими словами, гарантии безопасности общественных помощников. Қоғамдық көмекшілер жаңағы мемлекетке көмектесуге әрдайым даяр, көмектесуге дайын. Әртүрлі былықтарды, наркопритон болсын, жезөкшелердің притоны, жемқорлардың притоны болсын, соны ашуға дайын. Бірақ та өкінішке орай, олар қауіпсіздікті сіздерден күтіп отыр. Сіз ол қауіпсіздікті бере аласыздар ма? Мысалы айталық, кез келген менің ақпаратым бойынша қаншама жаңағы қоғамның өкілдері көтеріп отыр, қылмыстық істер қозғалмай жатыр Алматы қаласы бойынша. Қазіргі заман, өмір сүріп жатқан заман, өкінішке орай қылмыскерді қорқатын заман емес, қайта полицияны қорқатын заман болып тұр. Сондықтан да қоғамдық көмекшілерге қауіпсіздік кепілдіктерін, мысалы қоғамдық көмекші әртүрлі проблемаларды ашып отыр. Таудың бөктерін кесіп отыр, заңсыз жер қойнауын пайдалану фактілерді анықтап жатыр Алматы қаласы бойынша. Бірақ қылмыстық істер қозғалмай жатыр. Ол қоғамдық көмекшілерге қысым жасайды, бай, ағай-сығайлар қысым жасайды. Бірақ та өкінішке орай, сол қысымды шыдай алмаған қоғамдық көмекшілер, олар мемлекетке көмектеспей, өзін жұмыстармен айналысып кетеді. Бірінші заң жобада қоғамдық көмекшіге қауіпсіздік кепілдіктеріне көңіл бөлуіміз керекпіз.